Сәлеметсіңдер ме балалар? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз өздеріңмен ынтымақты отбасы тарауын бастағалы отырмыз. Кезекті 9-шы сабағымыздың тақырыбына тоқталайын. Менің үйім. Риясыз сүйіспеншілік асыл құндылық. Айналасына сүйіспеншілікпен қарайтын адамның жүрегі мейірімді. Жауапкершілік барлығымызға ортақ міндет. Әрқашан татулық танытып, жақсылық жасап жүрген адам нағыз адам. Осыған байланысты мен өздеріңе бақытты отбасы қадірі атты бейне жазба алып келдім. Мұқият қарайық. Ертеде бір шаһарда екі кісі көрші болыпты. Олардың біріншісі бай саудагер Дәулет, екіншісі құдық қазып ақша табатын кедей кісі Сабыр екен. Саудагер өзінің көршісінің ылғи да ауыр бейнетпен су шығарып жатқанын көріп, ішінен: "Мынадай ауыр бейнет жасап, жарлы болғанша, мен секілді сауда жасап неге бай болмайды?" деп ойлап қояды екен. Бір күні ол көршісіне: "Қашан көрсем де ауыр бейнетпен пұл тауып жүргеніңді көремін. Бірақ әлі күнге байыған жоқсың. Сонда тапқаның қайда кетеді?" "Табысымды 4-ке бөлемін. Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін. Екінші бөлігін қарызға беремін. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын. Төртінші бөлігін ғана әйелім екеуміз азық етеміз." деп жауап беріпті кедей көршісі. Онда түсінікті" деп Дәулет өз жөніне кетеді. Бірақ сөздің мәнісін ұқпай, түнімен бас қатырып ұйықтай алмайды. Азанда болмағасын көршісіне барып, айтқанын түсіндіріп беруін өтінеді. Сонда көршісі сөзінің мәнін былай түсіндіріпті: "Бірінші бөлігімен қарызымды өтеймін дегенім, табысымның бірінші бөлігін кәрі ата-анама беретінімді айтқаным. Олар мені өмірге әкелді, бақты, өсірді. Олардың еңбегін түгел қайтару еш мүмкін емес. Перзенттік борышты ешқашан толығымен өтей алмаспын. Сонда да оны өтеуге тырысамын. Өйткені ата-анасына жақсылық жасаған бала пайғамбарлармен бірге жәннатқа кіреді" деген. Екінші бөлігін қарызға беремін дегенім, оны балаларыма жұмсағаным. Олар кейін бізді бағады, яғни қарызды қайтарады. Басқаларға мейірімділік етпегеннің өзді мейірімге бөлінбейді деген. Үшінші бөлігін алдыңғы күнге азыққа қалдырамын дегенім, жетім жесірлерге тегін ауыз су шығарып беріп, ақыретке азық жинаймын дегенім. Себебі халық игілігі үшін су шығарып берген адамның алар сауабы өзі өлсе де артынан үзілмей барып тұрады. Ал төртінші бөлігін әйеліміз екеуміз азық етеміз. Ол түсінікті. Балалар, сендер бейне жазбаны түсіндіңдер ме? Бұл жерде кедей адамның жауабынан ата-анасына, өз отбасына, жақындарына деген жауапкершілікті аңғарамыз. Себебі ол қай кезде де жақсылықтарын ұмытпай, мейірімділігіне бөлейді деп ойлаймын. Енді экраннан сабағымыздың дәйек сөзін оқиық. Отан отбасынан басталады. Мақал. Балалар, бұл дәйек сөзді барлығымыз бірге қайталайық. Жарайсыңдар. Яғни, отбасының бірлігіне отбасының әрбір мүшесі жауапты. Риясыз сүйіспеншілік адамдықтың белгісі. Ондай адамның бойында тек жақсы қасиеттер болады. Отбасы өзіңнің кішкентай отаның. Ендеше, отбасы татулығы атты аңыз әңгімені мұқият тыңдайық. Отбасы татулығы, аңыз әңгіме. Баяғы өткен заманда бір үлкен отбасы болыпты. Отбасында көп адам, тіпті бір қауым ел бірге тұрыпты. Ол отбасында адамның көптігіне қарамастан, олар тату тәтті өмір сүрген екен. Бұл жағдай елді таң қалдырады. Оларда ұрыс керіс, дау жанжал деген болмайды екен. Бұл отбасы жайлы хабар
патшаның құлағына да жетеді. Патша естігеннен ақ қарасын білдіргісі келіп ауылға келеді. Ауыл тап-таза, барлығы жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде. Шат-шадыман, балалары бақытты, мәз-мәйрам екен. Бұған патша таң-тамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату-тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді. Ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендіктерін айтуын өтінеді. Қарт үнсіз ғана 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірім, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып шығады. 3 сөзді оқыған патша таң қалып: «Осақ па?» «Иә», деді ақсақал, «барлық жақсы отбасы тек осы қасиеттерден құрылады», деді де сәл ойланып, «және шыдамдылық» деген сөзді қосады. Балалар, сендерге аңыз әңгіме ұнады ма? Олай болса, аңыз әңгіменің мазмұны бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Отбасының татулығы, бірлігі кімге, неге байланысты? Әрбір адам оған жауапты ма? Неліктен? Өз отбасы мүшелеріңнің бірлігі жайлы айтып беріңдер. Иә балалар, күнделікті өмірде бір-бірімізге бірлікте, ынтымақта өмір сүрсек, ынтымағымыз артып, бір-бірімізді құрметтейді екенбіз. Өз отбасымыздағы, үйіміздегі сыйластық, бірлік бақытқа апарар жол. Бұндай үй бақытқа, қуанышқа толы болады. Балалар, аңыз әңгіменің мазмұнын ұғынып алсақ, мынандай шығармашылық жұмыс жасайық. Суреттерді мұқият қарап, отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастарды тауып әңгімелеп беріңдер. Балалар, шығармашылық жұмысты ойланып, ұқыпты орындауға тырысыңдар. Бұл шығармашылық жұмыстарды орындағанда тақырыпты кеңінен түсініп, қуанышқа бөленесіңдер. Өздеріңе сенімділіктерің артады. Сонымен біз бүгін менің үйім тақырыбында кеңінен ой толғадық. Күнделікті өмірде, отбасымызда бір-бірімізге үлгі болып, жауапкершілігімізді сезініп отыруымыз керек. Кешірімшіл болсақ, тек татулық, береке болады. Осыны зерделеріңе түйіп алыңдар. Рахмет балалар. Сау болыңдар. Келесі сабақта жүздескенше.